Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Сізде бозару, есіңізді сақтау қабілеті төмендеп, қойған затыңызды қайта қойған ұмытып қалатын болсаңыз, және де көңіл күйіңіз түсіп, депрессияға бейім болатын болсаңыз, дәл осы видео сізге арналады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. B12 тапшылықты анемия өзі аты айтып тұрғандай B12 витаминінің жетіспеушілігінің нәтижесінде болады. B12 витамині қандай өнімдерде көбірек кездеседі? Етте, сүтте, балықта және де жұмыртқада көп болады. Егер де сіз ет өнімдерін қолданбайтын болсаңыз, онда сіз B12 витаминін тексеріп көру керексіздер. B12 витаминінің қызметі жасушалардың бөлінуіне атсалысады. B12 асқазан жасушаларындағы касл факторымен қосылып, комплемент түзіп, ішектің энтероциттері арқылы сіңіп, сол жерде касл факторы жойылып, B12 трансқобаламинмен қосылып, керекті жасушаларға жеткізіліп отырады. Анемиялардың негізгі себебі ол эритропоэтиннің тежелуінен нәтижесінде болып келеді. Эритропоэтин деген не деген сіздерде сұрақ тұруы мүмкін. Ол, яғни эритроциттердің үлкен жасушаларға айналып, яғни оттегі тасымалдауға қабілетті күйіне өткізу процесі болып келеді. Енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, кішкене бала туылды, одан ересек күйге, яғни жұмысқа қабілетті ересек күйге өткендегі секілді эритроциттерде бірінші эритробласттан бөлініп, содан бөлініп, бірінші қалыпты үлкен мөлшерде болады. Ол бөліну нәтижесінде кіші эритроцитке айналады, мөлшері кіші. Соның нәтижесінде ол оттегі тасымалдайды. Ал ол арасында бөліну процесіне қатысатын B12 витамині сол жетіспегендіктен, бұл жерде эритробласттар үлкен мөлшерде қанға түсіп, 10 эритроциттің орнын басатындай үлкен мөлшердегі эритробласттар түзіліп, олар бірақ оттегі тасымалдауға қабілетті болмайды. Сол себепті бұл жерде анемия пайда болады. Келесі айтатынымыз, осы бөліну процесінде B12 витамин жетіспеуінің нәтижесінде ағзада гомоцистеин көбейеді, және метилмалонды қышқыл көбейеді. Екеуінің де мөлшері көбеюі ол ағзаға өте зиян болып келеді. Гомоцистеин ағзада қанда көбейсе, ол қан тамырға барып жиналып, өзіне лейкоциттерді жинап, соның нәтижесінде цитокиндер бөлініп, ол жерде қабыну процесі жүреді. Ол қан тамырдың кеңістігін тарылтып, қанның өтуін қиындатады. Екінші, гомоцистеин тромбоциттерді өзіне байланыстырып, ол жерде тромб түзіліп, қанның өтуі тағы да азайып, инсульт, инфаркттың пайда болуына алып келеді. Метилмалонды қышқыл ол нервтің талшықтарына, миелинді қабығына барып жиналып, ол жерде миелинді қабықтың жойылуына алып келіп, нервтерін өткізбей, нерв талшықтарының бұзылуына және де бұлшықеттің дұрыс жұмыс жасамауына алып келеді. B12 тапшылықтың белгілері қанның дұрыс жүрмеуінің нәтижесінде терінің түсі бозғылт болып келеді. Шаршағыштық, әлсіздік, яғни миға қанның дұрыс бармауының нәтижесінде адам ұйқышыл болып жүреді. Ентігу өкпеде қан аз болған екен, ол қанды бүкіл оттегіні бүкіл ағзаға жеткізу үшін жиі демалады. Ол, яғни бізде ентігу түрінде көрінеді. Шеткі аймақтағы нерв талшықтарын нервтенбеу нәтижесінде қолдағы, аяқтағы ауырсынулар болуы мүмкін. Ауыздағы жасушалар тез бөлінуге бейім болған екен, бұл жерде бөліну процесі болмаған екен, шырышты қабаттың қабыну нәтижесінде гингивит, соның нәтижесіндегі тілдегі ауру сезім болады. Есте сақтаудың төмендеуі болуы мүмкін. Қойған затыңызды қайда қойғаныңызды ұмытып қалатындай дәрежеде болуыңыз мүмкін. Келесі, көңіл күйіңіз түсіп, ештеңеге зауқыңыз соқпауы. Біздің айтатынымыз, ол диагностикасына келетін болсақ, бұл жерде эритроциттердің көлемі үлкен болып келеді, яғни ол жерде MCV 100-ден жоғары болады.
және гемоглобиннің төмендегенін көрсеңіз болады. Қанда гомоцистеинді анықтаймыз. Бұл да B12-нің жетіспеушілігінің нәтижесінде ағзада жоғарылайды. Метил малонды қышқылды анықтаймыз. Ол да B12-нің жетіспеушілігі нәтижесінде қанда жоғарылайды. Бұл 12 тапшылықтың пайда болуының себебі ол бірінші ағзада тамақпен керекті мөлшерде түспегендіктен, және де ағзаға сіңбеу нәтижесінде. Ағзаға аты айтып тұрғандай, егер де етті тамақты жемейтін болсаңыз, аз мөлшерде жейтін болсаңыз, онда B12 тапшылықты анемия болуы мүмкін. Ал ағзаға сіңбеуі қазандағы париеталды жасушаларда түзілетін касл факторымен байланысып, ол ішекке сіңетін еді. Енді осы париеталды жасушалардың зақымдануы немесе оған қарсы антиденелер түзілетін болса, онда касл факторы түзілмей, ол ішек арқылы сіңілмейді. Келесі, енді энтероциттер арқылы сіңеді дедік қой, яғни ішек арқылы сіңбейді. Ішектің жасушалары зақымдану нәтижесінде сіңбегендіктен ол керекті мөлшерде жасушаларға жеткізіліп отырмайды. Келесі, егерде ағзада құрттар көп болатын болса, онда B12 тапшылықты анемия болуы мүмкін. Еміне келетін болсақ, B12-ні біз таблетка түрінде қабылдасақ болады, немесе жанбасқа бұлшықетке енгізу арқылы қабылдасақ болады. Ал оны қалай емдеу керек екенін сіз өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізбен шешесіз. Бұл ақпараттың бәрі жалпы мағлұмат. Егерде видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.